Рамазанның соңғы 10 күні алғашқы өткен 20 күнінен қайырлы. Не үшін? Себебі Рамазанның соңғы 10 күнінің тақ күндерінде Қадір түні жасырылған. Ал Қадір түні несімен ерекше? Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде Истаизу билля бисмилля Лейлатул қадри хайрум мин альфи шахр. Қадір түні 1000 айдан да қайырлы дейді. Яғни Қадір түніндегі бір түнгі қылған құлшылық 1000 айдан қайырлы. Қандай құлшылық? Сол түндегі сіздің оқыған намаздарыңыз, қылған зікірлеріңіз, оқыған Құраныңыз, Алла Тағаладан тілеген кешіріміңіз, берген садақаңыз 1000 айдан да қайырлы. Яғни 1000 ай дегеніміз шамамен 80 жылға татиды. Яғни мұсылман адам бір түн құлшылық қылады, 80 жыл құлшылық қылғанға тең болады. Айша анамыз, Алла одан разы болсын, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламнан Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын. Алла Тағаланың елшісі, егер мен Қадір түніне тап болып қалсам, не айтам? Дегенде пайғамбарымыз былай деп айт дейді. Аллахума иннака ғафуун тухиббул ғафуа фағфу ғанни. Я Алла, сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің. Ендеше мені кешірші. Құрметті бауырлар, Алла Тағала бұл түндерді не үшін жасырды? Себебі біздің құлшылық қылғандығымызды қалады. Осы Рамазанның соңғы 10 түндерінің ішіндегі 5-ақ түн тақ күндері. Сол 5 түнді ұйқысыз құлшылық ғибадатпен, дұға тілекпен өткізуімізді Алла нәсіп етсін. Алла тілеген дұға тілектерімізді қабыл қылсын.